Ересек адамдар мен балалар психологиясының ерекшеліктері әртүрлі болады. 13-14 жасында тоқымалы жасқа барғанға дейін балалар кез келген жаңағы олардың ойлау жаттау кезінде де, оқу үрдісі кезінде де ойлау қабілеттері, белсенділіктері, ынта-жігерлері керемет артып тұрады. 12 жасынан 14 жасқа дейін олар жаттап, соған қызығып, оларға қатты әсер етіп, жаттанып түрде болады. Ал 15-16 жаста ой толық қалыптасқан кезде олар түсініп, мән мағынасын біліп, мағынасын ашып, түсініп, сосын оның ойында есінде жақсы сақталады. Жыр-дастандарды жаттау үшін бірнеше рет қайталап, болмаса көзіне жұмып, бүйтіп жаттап, қайталап отыру керек есіне сақтау үшін. Өзінің ағзасына жаңағы оттегі жақсы барады да, соның миы жақсы жұмыс істейді. Миы жақсы жұмыс істесе, есте сақтау қабілеті де жақсы болады. Міне сондай іс-әрекеттер жасап отыратын болса, оның есте сақтау қабілеттері жақсарады. Біздің кезде бізді тәрбиеледі, оқытты, сондай нәрсемен кеттік қой. Ал енді қазіргі жастарға біз осылай деп айтатын болсақ, олар біздікін емес, өздерінің еркіндікте, өзінің ой пікірімен, өзінің ойлау қабілеттерімен жүреді. Сондықтан да бұл жақсы бастама деп ойлаймын. Қазіргі жастарды көтеру мақсатында.